Жедел медициналық көмекке түсетін барлық шақыртулар шұғыл жағдайға байланысты 4 жеделділік санатына бөлінеді. Жедел медициналық көмек жеделдігінің екінші санатының жай-күйіне өміріне әлеуетті қауіп төнетін, медициналық көмекті қажет ететін жай-күй жатады. Екінші жеделділік санаты бұл өміріне әлеуетті қауіп төнетін, медициналық көмекті қажет ететін жай-күй. Егер сіз уланған болсаңыз, тұрақсыз қысым, жоғары температура, бөртпе немесе сусыздану белгілері бар диарея мен құсу байқасаңыз, шақырту жасауыңыз керек. Сондай-ақ екінші жеделділік санатын жоғары температурасы бар 3 жасқа дейінгі кішкентай пациенттер үшін шақыртады. Жазатайым оқиға немесе ауру жағдайлары туралы қысқаша, бірақ анық айтып беріңіз. Орналасқан жері белгісіз болған жағдайда, оқиға орнына немесе мекен жайға кіре беріс жолын нақтылау, оның жалпыға белгілі бағдарларын атаңыз. Бұл зардап шегушінің жағдайын дұрыс анықтау және жедел жәрдемнің уақытылы келу үшін қажет. Бригада келген соң, медицина қызметкерлерін әсіресе кешкі және түнгі уақытта қарсы алу қажет. Есіңізде болсын, екінші санаттағы жедел жәрдемнің келу уақыты 15 минутқа дейін.